Бұл журналистика факультетінің осы бір 10 жыл ішіндегі үлкен жетістіктердің бірі деп айтуға болады. Өйткені бұл біздің дизайн деген мамандық ашылуы бір 10 жылдың көлемінде болды. Басында бакалавр мамандығы ашылды. Енді одан кейін міне осы 2 жылдың арасында, 3 жылдың арасында магистратура мамандығы ашылып отыр. Осы аралықта үлкен жетістіктер бар. Қандай жетістіктер деп айтуға болады? Біз Сағатбек Медебекұлына рахметті айтамыз. Осы біздің мамандықтың бакалаврлары да, мұғалімдері, ұстаздары да. Ол кісінің өзіндік бір ерекшелігі басқару, осы журналистика факультетінде өзіндік бір ерекшелігі орны бар. Әсіресе дизайн мамандығына. Ол қалай? Біздің университетте өткен әрбір форум, әрбір конференция, әрбір неге өткен жаңағы тағы да үлкен көріністерде, үлкен бір осындай бір көрмелерде ылғи да біздің дизайн мамандығын, солардың көрмесін жасап, соларды дәріптеп, солардың іс-әрекетін шығармашылық тұрғыда деңгейді өте көтереді.